Assalamu alaikum Қарақалпақстан Республикасы басшыларына кішкентай арызым мен. Мынаның тереңлігін көрсеңіз, енді аз іші қараңғы болып тұрыпты. 3,5 метр, 4 метр анық бар да мынаның ішінің тереңлігі. Анау сол ақыбалда. Адрес анау Перелебани. Мынаяғы Машин базардан шығасаң, Машин базардың көшесі. Мынаяғы Роддом бет. Мынау Роддом міне, Кожбен больница. Угловой міне. Мынау Майқалқозының бірінші көшесі. Високолот міне. Соның алдында 2 колод. Мен неше жылдан бері қарайман. Қазір кішкентай бір бала түсіп, ішіне түсіп кеткен жоқ, Құдай сақлап қалды міне. Мына жерден аяғы тайып деп, мынаған іліп қалды мына жерге. Bu yerden azanda 31-ші мана Марат Нұрмаханбетов дейміз ғой. Соған қанша оқушы өтеді азанда. Обедте өтеді. 2 мезгіл мектеп о жерде. Ондан 22-ші мына музыкальный мектепке өтеді. Енді Құдай сақлаға, енді біреу жығылып, бір жері сынбағанша біздерде қимылды жоқ қой. Мынау не енді мынау? Баяғы заманда қоятын едік, бұның үстіне бір ағашты тығып, бір қадабайлап қою керек те, сонда хақиқи рауажланбаған мемлекеттікі болатын еді. Басшылардан сұрап қалама, ілтимас. Хакимият қайерге тиісті, водоканалға тиісті ма бұл? Басқа жерге ме, абадалластыруға ма? Өзіне тиісті мекеме болса, кім көрсе, соны өзіне тиісті мекеме болса, келіп сол жерді бір жауып па, бір санау решеткаменен бе адамның аяғы түспейтін қылып, сондай бір ықтият шарасын қылып бермесеңіз, Құдай сақлаға енді ондай зат болмағай ау. Болып қалса жақсы емес, бірақ мынаның тереңлігі мен бөрттіріп атырғаным жоқ, хақиқаты 3,5 метр анық бар ал ішінің тереңлігі мына. Бұның ішіне бір кішкентайлау бала пияң түсіп кетсе мынаның ешкім білмейді ал түнде. Астында оның анандай ұзын андай домалақ деп таулайтын крайнигі, домалақ крайнигі бар, оның бір қарыстан зият шығып тұрды жоғары қақайып қақ ортада. Соған қарынменен я баспенен я бір жаллы жерімен түссе өледі болған, соған кіріп қансырап ішінде. Ілтимас сіздерден, соған бір шарасын көрің. Адрес міне мынау Кожбен больница, мынау мини маркет, Машин базар бұрылатын. Анау Роддом, ана жерде Перелебани, ана бірінші көше, ана Високолоттың тұсы міне.